Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен балалар сүйіп жейтін чипсыйды үй жағдайында сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге паприка және приправа шашликқа арналған түрінен және лаваш қажет болады. Яғни біз лаваштан чипсы дайындайтын боламыз. Бүктелген күйінде ортасынан қайшының көмегімен кесіп, және осыларды екі жағын беттестіре отырып, осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз, достар. Көріп тұрғандарыңыздай. Міне қайшының көмегімен осы лаваштарды үш бұрышты етіп осылай қиып шығатын боламыз. Мен үшін қайшымен өте ыңғайлы болды. Сондықтан да қайшымен қиған болатынмын. Міне біз осылай лаваштарды кесіп алғаннан кейін үстіне жарты ас қасық паприка және шашликке арналған приправа қосқан болатын, яғни шашликтің дәмін беріп тұратын болады. Содан кейін екі ас қасық сұйық майды құйып жақсылап араластыратын боламыз. Енді біз протеинімізға пергамент қағазымызды төсеп, енді чипсыларымызды осылай үстіне жазып шығатын боламыз. Енді осыны пешке 10-15 минут көлемінде пешке қойып алатын боламыз. Міне достар, нәтижесінде өте дәмді шашликтің дәмімен қытырлақ чипсылар дайын болды. Дүкеннен сатып алудың қажеті жоқ, үй жағдайында дайындап көрсеңіз болады.